Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Нұрлайым. Сіздерге бүгін хит болып жатқан Banoffee пай тортының рецептін бөлісемін. Тестасы сондай жұмсақ, нәзік, ауызда еритін болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал енді бастаймыз. Ең бірінші таза ыдысымызға бір жұмыртқамен қантымызды салып, қант ерігенше әбден жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып алдық, қантымызды еріттік. Енді осының үстіне сары майды қосамыз. Бөлме температурасындағы сары май болуы қажет. Майды қосып алғаннан кейін оның үстінен електен өткізілген ұн және де қопсытқышты міндетті түрде қосамыз. Енді жұп-жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды елеп алғаннан кейін тоңазытқышта 30 минутқа қалдырсаңыз да болады. Егерде уақытыңыз аз болған жағдайда бірден қолдана берсеңіз де болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қамырды формаға әдемелеп жайып шығамыз. Мендегі форманың диаметрі 26 см. 24 сантиметрді де 26 сантиметрді қолдансаңыз болады. Енді міне қамырды жақсылап орналастырып жатырмыз. Одан кейін бетін осылай жаншқымен тесіп шығамыз. Сөйтіп қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей біздің тесто дайын. Енді біз тортымызды жинаймыз. Бірінші бананымызды осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Одан кейін барып тестоның үстіне варенкамызды жағып шығамыз. Қаншалықты варенка жағатыныңыз өз еркіңізде. Көп жақсаңыз да, орташа жақсаңыз да болады. Енді бананымызды варенканың үстіне салып шығамыз. Егерде сізде банан көп болса, 2 бананнан да көп қолдана беруге болады. Мінекей барлығын орналастырып шықтық, енді крем дайындаймыз. Келесі кезекте крем. Мендегі крем сливкиден жасалған. Сливки міндетті түрде салқын болуы қажет, және де 33% болуы міндетті түрде. Үйде творожный сыр бітіп қалғандықтан мен тек сливкиден жасадым. Бұның өзі дәмді болып шықты. Егерде сізде творожный сыр болса, міндетті түрде қосып жасасаңыз болады. Творожный сыр, сливки міндетті түрде салқын болуы қажет. Осылайша кремді жағып шығамыз. Мендегі насадка Whoopie пайдың кремінің насадкасы. Кез келген насадканы қолданып жаға берсеңіз болады. Міне біздің Banoffee пай тортымыз дайын. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Дәмі енді сөз жоқ, супер. Керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы өте оңай. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.